сәлем, 8-ші сабақты жалғастырамыз. Қарама-қарсы сандар, рационал бүтін сандар. 297-ші есеп. Қарама-қарсы сандардағы жұлдызшаның орнына сәйкес цифрларды жаз дейді. 297 есеп номері. Біріншісінде 91 бүтін белгісіз цифр 3 дейді, яғни 100-ден 1,3. Және бұған қарама-қарсы сан минус 91 бүтін 100-ден 30 1,1. Енді мына жерде бірлігі 3 болып тұр. Мына жерде де онда белгісіз бірлік болып тұр ғой, ол жерде 3 болады. Ал мұнда ондығы белгісіз, мұнда ондық белгілі, ол 3. Ендеше мұнда 3 болады. Яғни қарама-қарсы сандар дегеніміз ол бірдей сандар ғой. Тек таңбалар әртүрлі. Келесі екіншісінде минус 275 бүтін 10 емес 100-ден 1,7 және оған қарама-қарсы сан 200. Қарама-қарсы сан дегеніміз ол бірдей сандар. Ендеше бүтіні 275 болу керек. Мына жерде онда 7 деген сан деген сөз. Цифр 275 бүтін 100-ден 47 деп тұр, онда мына жерде 4 деген сөз 47. Екеуі бірдей сан болды. Енді келесі есеп шығарайық. Ары қарай есеп 298. 298-ші есепте теңдеуді шешіңдер дейді. Бірінші теңдеу минус x тең болады 432-ге. Яғни x-ті табу үшін минус x-тің қарама-қарсы деген сөз ғой. Онда мынаның қарама-қарсысы минус 432 болады деп аламыз. Мағынасы бойынша солай негізі. Немесе былай айтамыз, минус x болып тұр ғой, маған қарама-қарсысы керек. Онда барлығын қарама-қарсыға ауыстырамын таңбасын. Содан мынаны плюс x, мынаны минус қылып ауыстырамын. Келесі екінші теңдеуде минус y тең болады минус 1000. Маған плюс y керек. Қарама-қарсы ауыстырдым, онда мына жақта қарама-қарсыға ауысады. Плюс 1000 болады. Келесі үшіншісінде минус t тең болады 16-дан 9 дейді. Қарама-қарсыға ауыстырам, t тең болады онда минус 16-дан 9-ға деп аламыз. Және төртінші теңдеу минус z тең болады минус 5 бүтін 100-ден 32. Қарама-қарсы ауыстырамыз, z тең болады плюс 5 бүтін 100-ден 32 болады. Жалғастырайық. Келесі есеп 299. Дәл осылай теңдеуді шеш деген тапсырма берілген екен. Жазамын 299-ші есеп. Бірінші теңдеу минус x тең болады минус 41 бүтін 10-6. Қарама-қарсыға ауыстырамыз, сонда барлығы ауысады қарама-қарсыға. Сонда мынау 41 бүтін 10-6 болады. Келесі екіншісінде минус y тең болады 30 бүтін 10-1. Онда қарама-қарсы y тең болады минус 30 бүтін 10-1 болады. Ары қарай үшіншісінде минус t тең болады минус 12 бүтін 3-ден 1. Сонда плюс t тең болады қарама-қарсыға ауысады плюс 12 бүтін 3-ден 1 деп аламыз. Және де соңғы төртінші теңдеу минус z тең болады минус 21-ден 4. Аламыз z плюс, мынау да плюсқа ауысады 21-ден 4 деп аламыз. Енді ары қарай келесі есеп шығарайық. 299-дан кейінсе 300 дейді. Нұсқасына көшеміз, ұзақ тапсырма екен. 2005-2008 жылдар аралығында әртүрлі дақылдардың өнімділігі мынадай болған дейді. Енді бидайдың өнімділігі жылдан жылға қанша центнерге өзгергендігін тап. Өнімділіктің өзгерістерін плюс-минус таңбаларын қолданып жаз дейді. Ендеше бидайдың өнімділігінен бастайық. 300 деп қояйық. Бірінші. Бидай. Бидайдың өнімділігі. Бірінші жылдықын табу үшін 9,15 центнер гектарына болған, одан кейін 11,7 болды. Не істеді? Өсті. Қаншаға өскенін табу үшін 11,7-ден 9,15 центнерді азайтамыз. Сонда мынау 2,2 плюс, яғни қосылды мына жерде. Одан кейін тағы да өскенін көріп тұрмыз. 11-ден 13,5 екен ғой. Ендеше тағы да 13-ден 11,7-ні азайтамын енді. Сонда 3, онда 2 қалады, 12-ден 11-ді алсам 1,3. Ал келесінде азайғанын көруге болады. 13 болған,
үлкеннен кішісін азайта береміз. 9,7-ні азайтамын. Сонда 3 өтір, мұнда 12 қалды, 12-тен 9-ды алсақ 3. 3,3. Енді сонда қалай деп жазамын? Бидайдың өнімділігі сонда плюс 2,2 центнер гектарына болған бір жылда. Одан кейін келесі жыл тағы да өсті, плюс 1,3 болды. Одан кейін соңғы жылы түсіп кеткен екен, минус 3,3 центнер гектарына болған екен өнімділік. Осыны көрсетіп қоямыз, иә. Келесі екінші тапсырмасында картоптың өнімділігі. Тағы да қараймыз, өсті ма, кеміді ма? 150 болған, 154 болды, өсіпті, иә. Қаншаға өскенін табу үшін алдыңғысынан кейінгісін аламыз, иә. Яғни үлкеннен кішісін аламыз, сонда 4 болады. Енді келесінде 155,8 болған екен, тағы да өскен екен. Сонда үлкеннен кішісін азайтамын. Сонда 1,8. Енді келесінде түсіп кеткен екен, онда үлкеннен кішісін азайтамын. 155,8-ден плюс 43,7-ні азайтамын. Сонда 1, онда 2, одан кейін 5-тен 4 алам, 1, иә, 12,1. Енді өнімділігін жазайық. Біріншісінде көтерілді дедік, 4 центнер гектарына қосылған. Одан кейін тағы да көтерілді, плюс 1,8 центнер гектарына болды. И және соңғы жылда түсіп кеткен екен, яғни минус 12,1 центнер гектарына болған екен деп жазам. Үшіншісінде көкөніс. Көкөністі қараймын. 196 болды, 201 өскен екен, иә, қаншаға? 201-ден 196-на азайтамын. Сонда 5 болады, иә, 5. Жазбай тұра, 5 болды, қосылды. Одан кейін 211 болды, тағы да өсіпті. Қаншаға өскенін табу үшін 211-ден 201-ді азайтамын, 10-ға өсіпті. Одан кейін тағы да түсіп кеткен екен. Сонда 211-ден 204-ді алып тастаймын. Қаншаға түсіп кеткен? 7, иә. Ендеше жазам өнімділігін. Плюс 5 болған центнер гектарына бірінші жылы. Одан кейін келесі жылы тағы да қосылды. Және соңғы жылда түсіп кеткен екен, минус 7 центнер гектарына болды деп жазам. Енді төртіншісінде қант қызылшасы. Ол бірінші жыл, бастапқы жылда түскен екен, яғни 210-нан қойық бірінші қант қызылшасы деп. Екі 210-нан үлкеннен кішісін азайтамын. Сонда 13 болады, иә, 13 кеміп кеткен. Одан кейін өскен екен. 209-дан енді азайтамын 197-ні. Бұл жерде 12 центнер гектарына қосылған. Одан кейін тағы да өскен екен, 241-ден алдыңын азайтамын 209-ды. Сонда 2, онда 3 қалды, 3 өседі, 32. Яғни не деп жазам? Біріншісінде түскен, 13 минус болып кеткен. Одан кейін келесі жылдары қосылған екен, 12 центнер гектарына. Және соңғы жылда тағы да қосылған, плюс 32 центнер гектарына болған екен. Деп осылай жазамыз, иә. Қант қызылшасы аяқталмаған екен, қант қызылшасы сәл ұзақтау екен. Ары қарай жалғастырып тұр. 249 бар екен ары қарай. Онда мына жерге есептеп қояйын. Жалғастырып жазамыз қазір. 241-ден кейін 249 болған, яғни 249-дан 241-ді азайтамын, сонда 8 болды. Тағы да қосылған екен. Мынаны жалғастырып жаза берсем болады. Түсіремін тақтаны сәл. Мәшке жалғастыра береміз. Плюс 8 центнер гектарына болған екен. Одан кейін ары қарай түсіп кеткен екен қайтадан. Сонда 249-дан 204,3-ті алып тастаймыз. Сонда 7 өтір, мұнда 8-ден 4 алсам 4. Одан кейін 4-тің өзі түседі. 44,7-ге минус болып кеткен. Яғни жаза минус 44,7 центнер гектарына болды. Түсіп кеткен. Енді ары қарай 5-шісінде күн бағыс дейді. Күн бағыс соңғысы екен. Күн бағыстың өнімділігін көрейік. Бұл жерде күн бағыс бірінші жылдары төмендеп кеткен екен. Үлкеннен кішісін азайтам, қаншаға төмендегені табу керек. Сонда 0,4 болады.
Одан кейін өзгермеген екен, яғни 5,9-дан 5,9 алсам 0, иә, ешқандай өзгеріс жоқ. Соңғы жылы түсіп кеткенін көруге болады. Үлкеннен кішісін азайтамын, 5,9-дан 4,1 аламын, сонда 1,8. Ендеше жазам өнімділігі. Бастапқыда түсіп кеткен минус 0,4 болған центнер гектарына. Келесі жылы еш өзгеріссіз 0 болған, одан кейін соңғы жылда түсіп кеткен минус 1,8 центнер гектарына болған екен. Яғни мұнда тек қана төмендеу болған екен, күнбағыстың өнімділігінде. Осылай анықтап шығамыз. Яғни мына төмендегілер ол жауаптар. Мұнда анықтап аламыз, қаншаға өзгерген. Ары қарай жалғастырамыз есепті. 301-ші есеп. 301-де төменде 2008-2009 жылдарға сәйкес тұрғындар саны көрсетілген. Тұрғындар санының плюс-минус таңбасын қолданып анықтаңдар дейді өзгеруін. Ендеше жазайық. Бұл бізде 301-ші есеп. 301. Бірінші тапсырмада Алматы облысы. Мұнда өзгеруін табу үшін үлкеннен кішісін азайтамын. 1,667,143-тен азайтамыз 1,643,278-ді. Соңынан бастап азайтамын. 13-тен 8-ді алсам 5 болады. Мұнда 3 қалды. 13-тен 7-ні алсам 6 болады. Мұнда 0 қалды. 0, яғни 10-нан 2-ні аламын 8 деп жазамын. Мұнда 6 қалды. 6-тан 3-ті азайтамын. 3 болады. Келесі. Мұнда 6, 6-тан 4-ті азайтамын. 2, қалған 16-тан 16, 0. Сонда 23,865. Мынау кейінгісінен кіші, яғни бұлай өскенін көруге болады. Сонда жазамыз плюс 23,865 адам болған екен, яғни өскен екен. Келесі екіншісінде Астана қаласында. Мұнда тағы да өскенін көруге болады, кейінгі жылы көбірек болды. Сонда қаншаға өскенін табу үшін үлкеннен кішісін азайтамыз. Сонда 11-ден 4-ті алсам 7, мұнда 10 қалды. 10-нан 8-ті алсам 2, 2 қалады. 2-ден 6 азайтылмайды. 12-ден 6-ны азайтсам 6 болады да. Мұнда 8 қалды. 8-ден 2-ні алсам 6, мұнда 3 өзі түседі. Сонда осынша адам, яғни плюс 36,627 адам болған екен. Ары қарай Қостанай облысында. Қостанай облысында адам саны азайып кеткенін көруге болады. Қаншаға азайғанын табу үшін үлкеннен кішісін азайтамыз. Сонда 12-ден 8-ді алсам 4, онда 8 қалады. 8-ден 6-ны алсам 2, баған түрінде жазып есептесеңіздер болады. Онда 11-ден 3-ті алсам 8, онда 3-тен 9 азайтылмайды. 13-тен 9-ды алсақ 4, онда 8 қалады. 88-ден 88 0, яғни мұнанша адамға азайып кеткен екен. Минус 4,824 адам деп жазамын. Және соңғы төртіншісінде Солтүстік Қазақстан облысы деп жазамын. Онда адам саны көбейгенін көруге болады. Үлкеннен кішісін азайтамыз. Алттан 1-ді алам 5, 3-тен 2-ні алам 1, 12-тен 9-ды алам 3, яғни мұнда біреу кетті. 7-тен 5-ті алам 2, 4-тен 3-ті 1. Сонда плюс 12,315 адам болған екен келесі жылы. Осылай анықтап жазып шығамыз. Ары қарай жалғастырайық. 302-ші есеп. 302-ші есепте берілген теңдік тура болатындай етіп жұлдызшаның орнына санды қой дейді. Теңдік тура болатындай 302 деп қоямын.
біріншісінде минус 33. Оған тең минус 33-тің өзі болады, иә, минус 33 деп жазамын. Ары қарай келесі. Екіншісінде минус жақша ішінде плюс 46. Енді бұл жерде мына жазба 46-ға қарама-қарсы сан дегенді білдіреді. 46-ға қарама-қарсы ол бізде минус 46, иә? Немесе былай есте сақтасаңыздар болады, таңбалар әртүрлі болған кезде минус шығады, минус 46. Ары қарай үшіншісінде минус жақша ішінде минус 10. Бұл деген минус 10-ға қарама-қарсы сан дегенді білдіреді, минус. Ол плюс 10 болады, иә? Немесе екі бірдей таңбалы сан болса, плюс 10 плюс шығады деп есте сақтасаңыздар болады, плюс 10. Келесі есеп шығарып көрейік. Ары қарай 303-ші есеп. 303-те дәл осындай тапсырма берілген екен. Жұлдызшаның орнына теңдік тура болатындай сандарды қою керек. Біріншісінде минус жақша ішінде минус 89,1. Бірдей таңба плюсты береді, сонда 89,1. Немесе айтқанда минусқа қарама-қарсы сан ол плюс. Екіншісінде минус жақша ішінде плюс 32. 32-ке қарама-қарсы ол минус 32 болады. Немесе таңбалар әртүрлі, сондықтан минус болады. Үшіншісінде минус жақша ішінде минус қандай сан болады, егер минус 7,5 шыққан болса? Минус 7,5 шыққан болса, бұл жерде бізде минус шығу керек қой. Сондықтан менде бұл жерде де минус болады. Минус 7,5. Неге? Өйткені мына жердің өзінде минус тұр. 2 минус плюсты береді, сондықтан менде жауабында минус шығу керек қой. Сондықтан мына минус қалады. Минус 7,5 деп жазамыз. Осы есеппен аяқтайық. Видеоның жалғасын келесі видеоға саламын. Егер пайдалы болса, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.